Қалыңыз қалай, Санжар? Қалайсың? Нормально болады. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы, әзіл айтатын көңіл күй жоқ дейсің ғой. Иә, өкінішке орай 1-2 күн көңіл болмай жүр. Жұма күні, құрметті көрермен, Еркежан таныстықты бірінші болып тоқтатты. Мен шаршадым. Егер әсем екеулеріңіздің араларыңызда бір дүние болса, онда сіздерге тек қана бақыт тілеймін деп, студиядан кәдімгідей көзіне жас алып кеткен еді. Бірақ Санжар, жоқ, мен тоқтатқан жоқпын, мен Еркежанмен сөйлесуім керек деді. Ал, сөйлесе алдыңыздар ма? Иә, өкінішке орай кездесе алмадық, бірақ WhatsApp арқылы сөйлестік. Содан кейін? Содан кейін тоқтату керек екен деп түсіндім. Демек, сен де осындай ойға кеп тірелдің. Иә, Диана ханым, мен көп ойландым, себебі Еркежанның да басынан мына жерде қаншама нәрсе өтті. Әрдайым мен қолдадым, қорғадым, атына бір жаман не келмесін деп контактылар создавать еттім деп жүрдім, бірақ бұлай қалжыңға бола осылай барлығы бітетініне мен негіз сенбегем. Бірақ өткенде сөйлескеннен кейін... О, Гизат. Гизони. Кімге гүл? Бұл керемет гүлдер. Алинаға. Вау! Хаты бар сияқты, Гизат? Құпия көрермендерінен өзінің мына жерде хаты бар кішкене. Керемет, Гизат табыстай ғой. Өте әдемі ақ раушан гүлдері. Керемет, енді есі келсе тіпті керемет болып кететін еді. Бас айналып кетті, Алина қайда барарын білмей. Не деп тұр, Бека, бізге де айтшы. Жайық? Алина, мына гүлдер кімнен келді екен? Құпия көрермен деп тұр. Құпия көрермен Алинадан ба? Алины, қоя тұршы айналайын, оқып атыр қой. Для Алины от поклонника дейді, вау. Тез келіңізші. Келіңіздер, шынымен де гүлдің иесі. Сізді асыға күтеміз. Студиямызда әсіресе Алина күтеді. Келіңізші өтініш. Ал, Санжар, жалғастыра берсең болады әңгімеңді. Сол, Диана ханым, өзіме де бұл жағдай мүлдем ұнаған жоқ. Себебі айтып отырмын, қаншама нәрсе бастан өтті, енді келіп бұлай болды. Сөйлестік. Бірақ таныстықтың жалғасуын Еркежан қаламады. Әлде Санжар сен өзің қаламадың? Мен қаладым. Сен қаладың? Иә. Бірақ сөйлескен кезде уже Еркежанның тарапынан мен андай, қалай айтсам болады, кардинально басқаша болып көрінді маған. Көрінгенде әңгімелерінен, айтқан сөздерінен, одан кейін солай шешімге келдік. Диана ханым, Санжар ойлап айтып тұрсың ғой, Еркежаннан суық байқадым, ойламайсың ба, қателіксенен кетті өткені. Сен дұрыста бақытты бөлген жоқсың қызға, өз жұмыстармен жүріп, даже кездесуге барған кезде кешігіп барып, даже бөлген жоқсың нормально. Не думаешь, твоя вина? Кездесуге уақыт көңіл бөлмейсің деген бізде ортамызда ондай болған жоқ, себебі оның жеке басында себептері болды. Және де көңіл бөлмейтін болсам, негізі біз эфирдің аяғында шыға бастадық қой, 2-3 рет сондай болды. Біз бірге қайтатынбыз, бірге тамақтанатынбыз, бірге ойнап күліп жүретін едік. Уақыт бөлмедің, бөле алмадың деген бұл жерде артық айтылған нәрсе негізі. Бір сұрақтан мына жерде бар емес пе? Неге артынан бармадың? Айтшы, соны айтшы. Енді кеп мына жерде жаңағындай айтып жатсың да, оның бір Еркежанның тарапынан бір суықтық көрдім деп, қалай суықтық көрмейді? Өзің ана жерде пылш етіп айтып отырсың, контактымде мынау жүрек, анау жүрек, мен солай сақыран тетем, енді маған не дейсің деп. Бірақ Еркежан деп тұр дедің. Соны айтшы, неге бармадың? Мен
бұл жерде бұлай болатынын білмедім, бірақ жаңа айтып жатырмын ғой, қыздың артын ашпау керек, қызға сөз көңіл тигізбеу керек деп ше. Болды мәселелер, мен бара алмадым. Не мәселе болды? Санжар, мысалы, ол жақта ондай бір артынан бір Еркежан тарапынан бір минус көрініп жатқан жоқ қой ол күні. Ол күні сен өзін айтып, өзін сол жерде теманы аштың, өзін айттың шындықты. Ол жақтан Еркежан қалай шыдап отырады, сонда күліп, молодец. Бекош, Санжар кешірші, просто осы жерде мәселе басқада болып тұр. Әрқашан осы жерде мен шындықты айтқан кезде, может быть, где-то группа айтады, ой, Дарина, сен көкбетсің, жынданып айтасың, бір нәрсені где ты увидела. Бірақ та бүгін бір күшті, так сказать, картину видела, прекрасную. Мен сендерге жібердім фото, видео. Қайда жібердің? Келген шығар? Редакцияға? Я редакция фото, видео жіберді. Редакция бүгін кәдімгідей сурет пен видеоның астында қалған екенсіздер ғой? Бүгін күшті видео шықты и фотографиялар. Даринаның бізге жіберген дүниесі. Еще күшті би бар. Әсем сен ба? Істеп отыр. Жаңағыны байқасаңыз, Әсема билеп тұр, бірақ та Санжар аудармайды. Әсема то так старается. И бір мақал бар ғой, Мусана, помни, как называется? Шөптің басы қимылдамайды дейдің ба? Тана көзін сүзбесе бұқа жеткізбейді деген ба? Өзі жаттай алмай Мұсаға жататып қойыпты мақалды. Мен Диана ханым маған осын есіме салшы деді да, мен бірақ түсінген жоқпын. Кімге қатысы екен, сен түсінбей қалдың. Бірақ енді мына жерде, сенің жұмысың ғой, иә? Сен түсіріп алдың, иә? Режиссер Дарина. Молодец. Өте сондай мен қасымызда жүрген екен, өзіміздің досымыз санап жүрген ғой, ондай нәрселерді енді сырттан жасырын камера қылып түсіріп алып, өте қате нәрсе мынау. Ол болсын. Жоқ, ол болсын. Просто осы жерде, жоқ, ол болса айта салайын бір. Дарина ханым, мен бұл жерде барлығымыз Aa. отқанбыз негізі. Мен де оны көрдім. Ол жерде Алина да болды, сөйлесіп отқан, тек екеуі ғана жырбылдап екеуі сөйлесіп отқан көрген жоқпын. Сол моментті түсіріп алатқанына Дарина қырза отыр, мынау Оскар беру керек қой Даринаға. Жоқ, просто ол болсын, осы жерде просто мәселе ода то, что... Дарина, сен өте күннен күнге өзіңді байқайсың ба артық кетіп бара жатқаныңды? Шын айтамын. Артық, иә, жүр екенсің, халықтың алдында бүйтіп жүр екенсің, бірақ енді тым олай артық кетудің керек емес. Өзің иә, үміткерің келмей алып басқа, енді бұлай не надо, басқалармен енді бар ғой, өзіңнің неңді жасауға. Жоқ, Санжар, мәселе осы жерде просто оны алда айттым. Асема, мойындаш, то, что саған деген Санжарға сезім бар. Жоқ, мен нені мойындау керекпін, Дарина? Просто я мүмкін артық кетті, то, что я за эфиром. Бірақ та бір жағынан дұрыс, то, что вы должны говорить то, что творится, потому что халықтың алдына отырсыңдар, халықтың алдына Дарина, сенің ойыңды, мақсатыңды түсіндік, енді Әсемнің тарапын сезім болмаса, біріншіден мен немен мойындау керекпін, ештеңе де мойындамаймын, өйткені мен бұл жерде ештеңе жоқ деп айтқам. Ал жаңағы видеода Алина отыр қарама-қарсы, Алина ұлболсын отырды. Сол жерде мен Алинамен қарап, біз сториста түсірдік, мысалы инстаграмда да көрсеңіздер болады. Алина өзіне салып қойды. Ештеңе көріп тұрған жоқпын. Енді бұл жерде ана бір красовать етіп, сырттан түсіріп, өзің просто Дарина, ол сенің өз роліндасың ғой, как всегда. Адамдардың артын ашу, ол ты в своем репертуаре, как всегда. Мүмкін. Бірақ та енді біз раздевалкада былай бір сурет деп ойламаймыз. Біз өзіміз осы ретінде сөйлесе береміз. Билеген кезде қасында Алина болды. Бірақ та фотоны түсірген кезде ешкім жақында болған жоқ. Лавочка полностью свободная был. Білмеймін не үшін жабысып қойды. Может, замерзла в таких коротеньких шортиков и прям к Санжару близко подсела. Либо что, мен білмеймін. Бірақ та крыса дегендей, просто надо мойындау керек. Халықтың алдына, конечно, вам не нравится то, что я всегда правду говорю. Конечно, мен түсініп тұрмын то, что вы хотите скрывать. Бірақ та осы жерде отырған кезде никогда не можете, ничего не сможете скрыть, я вам скажу. Дарина, Мен барда ешкім еш нәрсе жасыра алмайды деп жатыр Дарина. Дарина. Салыстырмаш, если сен өзің жігіттерге в чувствах признаешь, это не означает, что барлықтары тоже өзінің сезімін білдіру керек деген сөз емес. Сезім білдірем, захочу еще кімге мен біздің арамызда ештеңе жоқ дедім. Біз дос ретінде сөйлесіп отырдық, кім сөйлесіп отырмайды раздевалкада? Таңертең. Дұрыс, мен мына жерде айтайыншы, Дарина, дұрыс, осындай досым барына шүкір деп айтқан дұрыс қой, бағана айтып жатқан бұл жерде қолдайын дегем негізі. Просто сыртта олай істеп
істемесеңдерші. Бар деп айт. Бар деп айтса. Жоқ, Бексұлтан, мен бұның қасында, Әсемнің қасында Даринадан мен көп жүремін да. Мен мысалы арасында сезім болатын болса, мен ақ редакцияға мен ақ өзім барып айтатын едім. Мысалы, Дарина, мына жерде сен арманың не сенің мына жерде арманың не? Ты же тоже сейчас в такой шкуре. Не уж нам Асемді қолдап тұрсың, потому что ты сейчас сама в этой шкуре, из-за этого постараешься Асему прикрывать. Қазақша айтшы, Дарина, қазақша айтшы, өтініш. Мен мына жерде Дарина не өзіне не қалайтынын мен білмеймін. Я свое сказала, если тебе не нравится, тыңдамай ақ Бұл қой. жерде күлетін ештеңе жоқ, бұл қазақша бағдарлама, сондықтан да сен 39 ай отырсың ба, қазақ тілін жақсы түсінетін, жақсы сөйлейтін Мен қазақ тілін түсінемін. сондықтан да қазақшаны дұрыстап ал, сосын кейін басқа адамдардың тірліктерін турлайсың сосын кейін. Жаннат. Диана ханым екеулері ұрысып кетті ғой. Иә, Мына жерде әйтеуір әңгіменің барлығы ол осымен Даринаға келіп тіреліп қалады. Иә, мен Санжар енді мен інім ғой, өзі айтады ғой, енді барлық секретін маған айтып жүр, ол да айтып жүр енді. Иә, и біз екеуміз де жақсы сөйлесеміз шынымен де. И мен ойлаймын, мен контактыда қалай сохранить етіп тұрсын дейді. Мен Сіз оған Бағлан туралы, ол сізге Әсем жайлы айтып жүр ме? Мені негізі, мені контактыда мені де жүрек етіп сохранить етіп қойыпты. Назым жоқ, бірақ оның ішінде. Назым Бұған не дейсіңдер, Дарина? Жанақаның жүрек қылып сақтаған. Олбасын. Оның алдында Диана ханым айтты, бір-біріне пікір айтпай қойыңдар. Егер де көтермесеңдер. Бірақ та қыстырылсып, осы жерде Әсемге прям поддерживаешь. Ты сейчас опять нарываешься. Сама нарываешься, сосын отырасың осы жерде ұстап. Бұл жерде сен қыстырылып Дарина. Қыстырылмай ақ қойшы. Қыздар, болсын, Дарина, шынымен де бір-бірлеріңізге қатысты пікір айтпай қойыңыздаршы. Мәселеге қатысты ғана ой болсын, Назым. Ол болсын, сен кішкене үлкендігін көрсетіп, Дарина сен кішкене кішірейе салсайшы, болды. Каждый раз ұрсасыңдар, отырасыңдар. Енді мен айтқым келетіні, мына жерге Еркежан екінші рет жігітке келу оңай болған жоқ та. Сен каждый раз келген сайын уже жұп болуды күтті. Мүмкін өзі бірінші тоқтатқан дұрыс болған шығар, сен тоқтатқан кезде ол қыздың жүрегі одан ауыр қалады деді. Және де менің түсінуім бойынша Еркежан айтты, Санжар Әсемге ешқандай сезім жоқ, бірақ Әсем маған көзін сүзіп жүр деген сияқты келтіргенсің алдыңғы эфирді қарасаң. Еркежан солай айтты. Неге ондай ойға келдің? Ондай ешқандай ойға келген жоқпын. Қазір сіздің сұрағыңыз жауап бермей тұрып, мен Даринаға айтып өтейінші. Жаңа айтып жатсың ғой, болсың қыстырылмашы сен бір нәрсе деп. Сен әр жерде жүріп өзің қыстырылып жүрсің, Дарина. Видеоға түсіріп, елдерден мін іздеп, адам деген біреуден мін іздеп, бір сурет, фото жібергенше адам кішкене өзіне де қарау керек қой. Құдай сақтасын, эфирдің сыртында не болып жатыр. Оның бәрін мен мысалы тоже Дарина сөйтіп айтты екен де, біз бүйтіп бір-біріміздікін айтып отырсақ не болады? Бұл жерде Дарина дұрыс па? Сен бүйтіп жасағаның өте дұрыс емес, и келесіде мен сенен уже алыс жүремін. Маған ондай достың керек емес, если честно. Бүйтіп арттан кіріздеп, прямой эфирға алып сала салатын, өзіңді жақсы көрсетіп, ондай достың да керек емес маған, если честно. Дарина, осы күнге дейін мен айтып өтейін, сен мен жап-жақсы араласқам. Жақсыдан көп араласқам. Сен жақсы деп. Бірақ жақсылықты сен білмеймін, қалай түсінесің. Сен соның келдің да, енді келіп алдыңда масқарай салың. Сен ойлайсың ба, қазір маған жақсы болып отыр деп. Содан кейін сен мен қай бетіңмен сөйлесесің, мысалы, ойлан қараш, осыны көрсеткеннен кейін. Не деп айтасың маған? Санжар, біріншіден мен адамда кішкене ұят болу керек шығар, мысалы. Санжар, мен сен туралы айтқан жоқ. Просто я хочу, чтобы Асема мойындасың деп, оның алдынан Асема полностью отрицала. Ол дәлел болып тұр. Қанша рет жобаның сыртынан көрді, қалай сөйлесіп. Как она к тебе лепнет, не ты к ней лепнешь, даже Еркежан оны көрді, байқады. Біз соқыр емеспіз. Мүмкін халық түсінген жоқ мен до конца. Я хотела сегодня показать, что на самом деле было правда. Асемнің телефонда Санжар деп тұр, бірақ Санжардың телефонда Асем жүрек деп тұр. Сөйтіп келіп, Санжар өзін ақтау мақсатында Еркежанға маған мен емес, Асемнің өзі маған жабыс жүр дегенде айтады. Неге сен олай қызды төмендетесің, өзіңді ақтап алып шығу үшін? Бұл жерде ақтап алу мәселесі емес, Назым, кішкене дұрыстап түсініп алыңыз. Тек байқасаңыз, алдында Әсема микрофонсыз айтып жатты. Мен ғана емес, басқа да 30 қалымның қатысушылары жүрекпен отмечать етіліп тұр деп. Так что мен бұл жерде до эфира Еркежанның өзі көрді и өзіне түсіндіріп бердім. Мен айттым, бұл жерде түсіру мен көріп тұрған жоқ, Назым ханым. До эфира болған айтып түсіндірген, и мында келіп жылап жатыр мысалы. Мен айтып отырмын, мен саған бәрін түсіндірдім ғой. Мен бір жерде бір болмаған жағдайымды ашсам, мен артынан ақ жүгіріп кетіп, осы жерде отырып ақ кешірім сұрайтын едім. Бірақ оның бәрін білді, не үшін жылады деп. Жоқ, шынымен осы эфирда
біз сөйлестік мысалы. Шынымен қарап тұрсаң, просто контактіге жүрек деп қойған үшін енді ара қатынас тоқтата салу да кішкене қателік сияқты да, бірақ білдің ғой, ау бастан Еркежанның қызғаншақ екен, тем более Асемге қызғанып жүрген. Басқасын жаза бер, жүрек қыласың ба, басқа қыласың ба, именно Асемді олай қоймадың ба? Былай болмайды, мен сразу сіздерге дейін, өзіңнің жақсы көретін адамың ба, достарың таңдайсың ба деген екі выбор қоюға болмайды бұл жерде. Если сен жақсы көре ма, сен қалай жақсы көреді, достарыңды да солай жақсы көру керек. Былай болмайды, сен либо мынау тарапқа шық, либо сен мынау тарапқа шық деп. Мен Еркежан, мен осы аяққа кезден бастап табыса бастадым, дұрыс па? Оның алдындағы менен қаншама жыл келе жатқан адамдарды мен қалай бас тартам? Ертең Құдай сақтасын бір нәрсе болса, маған бірінші келетін сол аяқтан бірге тұрған достарым. Бірақ бар ғой. Бірақ мен анандай қылдырып бөліп атқан жоқпын. Еркежан, сен сондайсың, аналар менің дос тарапым деп. Екеуі бір. Еркежанның өзі бар екен, телефон шалды, қоңырау шалды, тыңдайық. Алло, Еркежан, сәлем, қалайсың? Алло. Алло. Еркежан, сәлем, қалайсың? Рахмет, сізге жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсымыз, шүкір. Бүгін келмеймін деп өзің бас тарттың. Біз де редакция болып сені шақырып көруге тырыстық. Бірақ Еркежан өзі айтты, жоқ, бара алмаймын, барғым да келмейді деді. Санжардың айтуы бойынша өзара сөйлескен екенсіңдер, иә? Сөйлескенде ол маған WhatsApp желісінде жазып жіберді. Өзінің точка зрениесін и все. Потом после этого несколько сообщений отправил, и все, в принципе. На мои сообщения он даже не ответил. Санжарға айтарың бар ма енді хабарласқаннан кейін? Санжарға айтарым, негізі өткен бағдарламада Дарина айтқан болатын, көрдім, сездім деп. Сөзі шынымен де рас. Даринаға қатты негізі риза болып отырмын. Сырттан түсіріп, осылайда кататься беріп тұрған себебі мен өзім точкамды нүктеге қойдап кеттім, олар екеуді мойындаған да жоқ. Маған оның алдында негізі Санжар өзі переписканы көрсеткен болатын, мен одан мүлдем сұрамаймын да, телефонын өзі көрсеткен болатын, переписканы кішкене маған өзі жалысып жүрген деген сияқты ма, мен ұнататын сияқты деп өзі переписканы көрсеткен болатын Асем екеуіміз. Жоқ, мен мына жерде жауап беріп кетейін. Еркежанның осындай точка зрение пайда болғаннан кейін мен айта бастадым. То, что осы қатысушылардан қарағанда ең бірінші мен келіп қатысушы болған басқанда мен Асеммен нормально сөйлесіп кеттім деп. И сондай андай бар ғой, жақсы переписка бар ғой, вот соны қазір Еркежан айтып отыр ғой мысалы. Мен айтып сөйлесем бола ма? Мына жерде менде мынандай сұрақ туындап тұр. Санжар, сен мысалы қазір менің артымнан енді Еркежанға барып айтып тұрсың, иә, якобы мен саған жабысып жүр деп. Онда ешқандай да сообщение да болмаған, әңгіме де болған жоқ. Мен саған бірдеме допускать еттім ба, әлде бір повод болды ма? Сен осы жерде мен бетіме айтшы. Сонда әңгіме болды ма сен Еркежанмен? Керек емес, менің қызық намысымды нәже түсіріп, жігіттің артынан жүгіріп жүрден, мен маған керек емес, өйткені ондай ешқандай причина да повод та болмаған. Дұрыс па? Асема, жаңа айтып отырмын ғой. Жоқ, сен сөйтіп айтты ма Еркежанға? Асем маған жабысып жүр деген әңгіме болды ма? Жабысып жүр деген нәрсе мен Қосылып тұрсын Еркежан. Жабысып жүр деген сияқты әңгіме мен айтқан жоқпын. Мен айттым, біз барынша жақсы араласамыз дедім. Жоқ, Еркежан не айтып тұрмын? Мен айттым, маған дедім, осындай жақсы араласатын дос керек дедім. Бірақ маған кім Асем артынан жүгіріп жүр, либо жабысып жүр, сондай деген жоқпын. Бірақ мен айттым, Семенмен жақсы. Санжар қосылайда дос іздеу үшін бармайсың ғой, өзің жұбын іздеуге барасың, сен сөйтіп айтып жүрсің. Кішкене бір түрлі дұрыс емес сияқты да, кішкене дұрыс емес. Еркежан, бер қарашы, ойланшы, сен де мен көңіліме тимейді дейсің ба? Еркежан, қазір артық айтып қойсам тағы ренжисің. Бізде кездесіп жүрген кезде, жоқ, артық еткенде, мысалы, екеуміз кездесіп жүрген кезде, сен, например, там бывшийіңнің атын айтып маған қайта-қайта сөйтіп жүргенде маған приятно болды дейсің ба? Сен зачем ондай нәрселерді қазір артық мысалы айтасың, допускать етіп эфирға? Саған
саған әзіл деп айттым, сенде сөйлескен, мен жеке тәтемен тікелей жазыпсың ғой, типа, тәтең түзеп ал деген сияқты ма, бір нәрсе деп айтқаннан кейін, мен саған соны айттым, типа, давай сен өз тәтеңді түзе, мен өз тәтемді түзеймін деген сияқты болды. Бұл жерде сен несіне ренжисің, айтшы, екі тараптан да қате кетіп тұр ғой. Сенің де, например, әпкең, мен де әпкем кетті бұл жерде, дұрыс па? Артық кетті. Бірақ енді сен де қалжыңдайсың, сен де көңіліңе алдым дейсің, иә, жаңа мысалы последний кездесуде. Сол Бауыржан міне қасымызда болды. Бауыржан прямой эфирда ма, чуть дальше отошел, оны шығып кеткен кезде не деп айттың мысалы? Маған да сол сенің қалжың мысалы сол жерде де ұнаған жоқ. Бірақ мен саған бетіңе айтқан жоқпын, Еркежан маған ұнамайды. Өткендегі нең деп. Бірақ пришлось айтуға, айттың қалжыңдап. Жарайды, сен мен қайтар жерсің, мен Бауыржан мен үміткер бола салам деген сияқты. Маған да көңілмен тиеді ғой, Еркежан. Твой телефон, переписки, сообщения. Ну ты же сам мне показывал телефон, показывал переписку, где вы общаетесь. А сен говоришь, у маған всегда жүрек қояды, бүйтіп қояды. Мен оны мысалы сенен сұраған да жоқпын да. Екеуміз кетіп бара жатқанда сен оны көрдің, сен сұрадың. Нау кім жүрек шығып тұрған деп. Мен саған сол кезде открыто көрсеттім, Асема менде деп. Мен андай сұрақ қойсам аламын Еркежанға. Еркежан бұл жерде либо сен өтірік айтып тұрсың, либо Санжар өтірік айтып тұр. Сен маған жаңағы сұраққа жауап бермедің, иә? Сен айтып тұрсың, жоқ, мен айтқан жоқпын. Еркежанға Асем маған жабысып жүр деп айтқан жоқпын деп тұрсың. Ол прямой смыслда айтып тұрған жоқ. Асема, сен тыңдасайшы, мен саған айтып отырмын ғой, сен өзің сұрақ қойсың, бірақ өзің тыңдамайсың. Жоқ, екеуінің біреуің өтірік айтып тұрсыңдар ғой, либо Еркежан өтірік айтып тұрмыз, Асема. Мен саған якобы мен сенің артынан жүгіріп жүр деген өтірікті кім айтып тұр? Либо Еркежан өтірік айтып тұр, либо сен сөйтіп болған сияқты деп айтып тұр саған, болды деп айтып тұрған жоқ. Асема, кішкене тыңдасайшы мына жерде де. Болған сияқты деп айтып тұр. И мен сенің айтып отырғаныңа мен саған қазір айтып отырмын. Пример, то, что екеуміз жақсы сөйлескенімізді. Маған мен бұл үндемедім, себебі мен өзіме айтқам. Енді сен жүрек қосып лүпіл басқаннан кейін ол да басатын шығар дедім, болды сөйтіп қана сен маған жатқан болатынмын. бірақ та ол керісінше басқалай түсініп өзін жоқ ұрыстайды да, соны мен жоқ, Еркежан, бүйтіп айтып отырмын ғой, өйтіп қызғанып, әр нәрседен қызғаныш іздеп, жаңағы приятный моментке көңіл бөлгеннің орнында айтып отырған барлығы бар ғой, андай обида бар ғой. Ал мұнда болған қаншама жақсылықтың бәрін білмеймін, сен бір мезеттің бәрін жоғалтып жібердің мысалы. Олай да болмайды ғой, қазір сен ойлансашы, не айтып отырғаныңды, Еркежан, түсінемін, айтатын бар, айтпайтын нәрсе бар, бірақ айтып отырғанның күнінде сен жақсы нәрсені айтпайсың ба мысалы? Кемсітіп. Еркежан, енді Санжар сен жайлы жаман айтып жатқан жоқ негізінде. Оны айтып отырсам түсінбейді бар ғой, мен как будто кешіріңіз Диана ханым. Диана ханым дұрыс айтады, Еркежан, мен андай қалжың әзіл ретінде сенің көңіліңе бір тиетіндей ештеңе нәрсе айтып отқан жоқпын. Неге сен солай прям қадалып аласың, мен сен соны түсініп отқан жоқпын. Қашан көрдім мен сен осындай бір позорың шығарып осы бір нәрсе айтып жатқанын? Санжар, мен сен эфирден тыс айтқан сөздерін айттым, когда еще был баук и видел это все. И сен ол жерде де қалай сен өзің кінәңді түсінбейсің, ақыры айтып жатсың бәрін. Маған да айтып отырмын, көңіліме тимей ма мысалы? Я сен қайтарасың, мен баукаға үміткер болып бара салам, ха-ха-ха деп күлгенің, например. Мне соны приятно дейсің ба? Әне, айтып отырмын. Теперь не докажешь оны, болды енді. Просто айтпай ақ қойшы, если сен өзің сөзіңді нетпейтін болсаң, давай жақсы отношенияда қаламыз. Ары қарай бүйтіп қазбалап өтірік нәрселерді айтпай ақ қойшы, Еркежан. Сен маған өзің сообщение беріп жүргенсің. Қалмаймыз енді, осылай болмаймыз деп. Еркежан, енді сен өзің последний жіберген аудиозаписіңді дұрыс айттым деп ойлайсың ба? Жақсымын деп өзіңді ойлап тұрсың. Жарайды, Санжар, сіздер өзара өздеріңіздің мәселелеріңізді шешіп кеттіңіздер, ұзаққа созылып кеткен сияқты. Таныстық тоқтады, және тоқтаған күннің өзінде дәл бұлай бет жұлысып, екі жақтан жек көрінішті болып қалғандарыңызды біз қаламаймыз, иә? Бір-бірлеріңіз жайлы тек қана жақсы сөз айтып, жақсы естеліктермен ғана қоштасқандарыңды қалаймыз, иә, Асем? Жаңағы айтылып жатыр, мен алдындағы эфирда негізінде тоже жауап бермей қалдым да, микрофон келмей қалды. Жаңа жүректің тақырыбын мен айтып кетейінші, барлығы көрермендер де түсінсін. Өйткені көп адам айтып жатыр, сен жүрек деп жазып қойған уақытта сен ештеңе деп айтпадың деп. Қосылайықтың қатысушылардың бәрі негізі менде сары жүрекпен сақталып тұр екен. Қосылайық дейміз, логотип сары мен бирюзовый ғой. И барлығы мысалы өйткені мен қалауым лайф деп бұрын жазып жүргенмін, сын аты өзгеріп кеткеннен сердечкомен ғана сохранителеп тұр да. И онда тұрған вообще ештеңе жоқ, ол ештеңенің белгісі емес. Солай түсіндіргім келеді. Рахмет, Рома. Негізінде менің өз пікірімді айта кетейін осы жерде. Бұл махаббат алаңында бәрі болады, қызғаныш, тіпті араға түсу де болады, төбелес те болады, ренжіс те болады. Бірақтан Санжар
мен ойлаймын да осы жерде сол кезде сол сәтте Еркежан тұрып кеткен кезде жарайды махаббатты қоя берші, сендер 2-3 жыл араласқан сыйластықты сыйлап сол кезде баруың керек еді. Просто бұрынғы 2-3 жыл қанша жыл араластыңдар, 3 жылдай араластыңдар, сол сыйластықты сыйлап, қаншама достар да бар шығар, общий знакомый да, бұрыннан араласқан. Сол жерде сыйластық танытып, артынан баруың керек еді негізі. Дұрыс айтасың, Рамазан. Мына жерде шыққан кезде де көп қатысушылар айтты. Білесіздер ма, барлығы бір кезде жақсы болып келе жатып, аяқ асты мына жерге келіп сондай эмоция шығарып, сондай болғаннан кейін мен өзім аң-таң болып қалдым. Не істерімді білмей, шын айтқанда мына жерде сасқалақта қалдым. Себебі мен күткен жоқпын. Өзім де түсінбей қалдым. Бізде жарнама, Санжар, кешірім сұраймыз. Жарнамадан кейін өз сөзіңді жалғастырасың. Әсемнің де айтары бар сияқты, алыстамаңыздар. Қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық және бірден біздің кезекті белгілерімізді көрсетіп алсақ, Перизаттың қолында Перизат ханым, Жәнібек хан. Бұл бізде 3-ші белгі, 4-ші, 5-ші белгілер қалды. Мұқият болыңыздар. Ортада Санжар және Еркежан байланысқа қосылды. Жарнамаға дейін өздері өзара мәселелерін шешіп кетті, туындаған проблемаларын талқылап кетті. Санжар, осы мәселенің нүктесін қою керек, сенің соңғы сөзің болсын. Еркежанға қатысты, жалпы сол арақатынасқа байланысты. Таныстық тоқтады. Мен өз үміткерімді күтемін. Менің соңғы сөзім осы. Әсеммен сені еш нәрсе байланыстырмайды, тек қана достық. Иә, Әсеммен ештеңке бізде жоқ. Содан кейін бір өтініш қатысушылардан, бір отбасымыз дегеннен кейін ондай артық нәрсе жасамай қойық бір-бірімізге. Шын айтам, аяқтан шалу керек емес. Рахмет, барлығы түсінікті болды. Орнына жайғассаң болады. Әсемде айтып отыр ғой, бізде тек қана достық, арамызда еш нәрсе жоқ, сырт көзге қалай көрінгенін білмейміз, барлығы менде жүрек болып сақталған, онда тұрған еш нәрсе жоқ дейді. Жарайды, әркім өзінің үміткерін күтсін, бірақ Дарина бәрібір ары қарай ойлай беретін сияқты, Даринаға қарасам. Иә? Диана ханым, білесің, сенсем, егер Әсем маған телефон көрсетіп, то что барлық қатысушылар сердечко. Если бы Әсем переписку показала бы Санжаром, я бы, может быть, поверила бы. А так жай ғана сылтау, мне кажется. Барлық қатысушыларды сердечко деп сақтап қойдым. Жарайды, алдағы уақытта барлығын көре жатармыз, құрметті көрермен. Ал дәл қазір мен хабарлағым келмейді, бірақ менің сұрақ жауабым дайын болған сияқты, өзіме көрсеткен жоқ, қанша сұрасам да. Бейкада біздің видео инженерлері де көрсетпеді. Ал көрейік, не шыққанын өзім қысылып ұялып отыр.